Сәлем тыңдарман, бүгін сіздерге қайын ата атты әңгімені баяндап беретін боламын. Каналға тіркеліп, өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Сонау 60-шы жылдары Бекеннің атағы жер жарардай дүркіреп тұрды. 5000-нан астам қой, үйір-үйір жылқы, қора толы сиыр. Бір емес, 3 бірдей жап-жас әйелді жар етіп алған. 60-шы жылдың соңына қарай бәйбішесі Гүлжаннан туылған тұңғыш ұл перзентінің құрметіне ұлан асыр көкпар той берді. Салымға тігілген қарамалдың есебі жоқ. Жан-жақтан ат терлетіп ең мықты шабандоздар бәйге шапты. Бос қолға айтқан ешкім жоқ. Бәрінің де қанжығасы майлап, риза болып тарасты. Ұлының есімін Құдайберген деп атады. Бала дегенде ет жүрегі елжірегенмен, оған тең келер қатыгез адам жоқтың қасы еді. 3 әйелін де құлындай көретін. Қаласа қамшымен сабап, қаласа тепкілеп, ұрып соққаны соққан. Ол кезде ажырасу, соттасу дегеннен бейхабар әйелдер басына не күн туса да міз бақпай шыдап жүре беретін. Таң қараңғыдан тұрып, бірі биесін, бірі сиырын сауып, сексеуіл жинап, қазан-қазан сүт пісіріп, қымыз ашытып, тыным таппайтын. Ұлы Құдайберген жыласа болды, әйеліне дереу қол көтере жөнелетін. Ертелі-кеш тыным таппай, бала туып, бар жағдайын жасап, тілдерін тістеп жүрсе де, үшеуінің де көрген күні осы болып қала берді. Құдайбергеннің еркелігі соншама, жалғыз өзі 10 балаға тең келетін. Әкесінен көргенін үйренген бала өте бұзақы болып өсе берді. Әке анадан бұрын тілі шықпай жатып айтқан сөзі боқтық. Анасына деген мүлдем сый құрметі жоқ. Бәйбішеден 2 ұл, 3 қыз, 2 тоқалдан тағы 4-4-тен сәби дүниеге келіп, 13 баланың әкесі атанды. 2 тоқалдан туған ұл перзенттеріне аса қатты көңіл аудара қойған жоқ. Тәрбиелеріне көбінесе аналары көңіл бөлді. Ал Құдайбергенді бір елі жанынан тастамайтын. Тіпті мектепке де берген жоқ. Тұла бойы тұңғышы болған соң ба, әлде мінезі, түр әлпеті өзінен аумай қалған соң ба, ол дегенде шығар жаны бөлек еді. Бар байлықтың бәрін аяғының астына үйіп төкті. Тіпті ауылдың әкімінде жоқ, сол кездегі хит көлік Нива автомобилін ең алғаш болып Құдайберген тізгіндеді. Дәл әкесінен аумаған, мейірімсіз, тас жүрек, қатыгез болып ер жетті. Өзге бауырлары оған қызғанышпен қарайтын. Олар қора тазалап, мал бағып жүргенде Құдайберген тындырып жатқан бір жұмысы жоқ, көлігін мақтанып, ары, бері зырылдап жүретін. Бауырларына бас көз болуды әкесі бұйырған соң, өз міндетін асыра пайдаланып, кейде өз бауырларын қамшылап сабап алатын. Бауырларының көрмеген қорлығы жоқ. Осылай жүргенде 80-ші жылы қыстың қар суығында ауылға індет жайылып, Бекеннің 5000-дай қойының, қара малының басын жалмап өтті. Соншама жылдан бері жиғаны еш болған соң, кімде болсын күйінері анық. Күйінгені соншама, жүрегі шыдамай, көп өтпей, қалған малын 3 әйеліне бөліп беріп, дүниеден өтті. Қара шаңырақ, үй жайға ие болып тұңғышы Құдайберген қалды. 2 тоқал малын айдап, бала шағасымен өз арбасын өздері сүйреп кете берді. Қаншама жылға ауыр тіршілік ұрып, соғудан әбден қажып, денсаулығы сыр бере бастаған Гүлжан тұңғышын үйлендіргенді жөн санады. Оңы мен солын ажырата алмайтын, сауаты жоқ, мейірімнен жұрдай жігітке өзі секілді мейірімсіз, қатыгез атана ғана малы үшін қызын берді. Дәл әкесі секілді, ол да жары Зағираны құлындай көріп, әкесінен көргенін жасап, жөнсіз ұрып соға беретін. Малдың жанында жүргенімен, малдың жай күйінен мүлдем хабары жоқ. Жігіт әкеден қалған аз малында күлін көкке ұшырды. Аман есен қалғаны тек 10 шақты сауын сиыр ғана. 2 тоқалдың балдары болса, мал жайын көбейтіп, атақтарын кеңге жайып, бай бақуатты болып кетті. Оның бәрі 2 әйелдің ұлдары жастайынан малға қарап өскендерінен болар. Жарының қорлығына әбден мезі болған байғұс Гүлжан, ұлының күйігіне шыдай алмай, қан қысымы жоғарылап қайтыс болды. Бар ауыртпалық Зағираның мойнына артылды. Бар сүйеніші,
соққыға жығылғанда араша түсер қорғанышы, басынан сипап ақылшы болып, өз анасы бермеген махаббатты сездірген анасы, дүниеден өткен соң тентек күйеуінен қашып кеткісі келіп, қаншама рет талпынса да еш кете алмады. Көздері жәутеңдеп, жасқа толып, бар үмітіміз сізде, бізді мына қаткез ағамыздың қолына тастап кетпеші, дегендей қараған қайын сіңілдеріне қарап кете алмайтын. Солар үшін талай рет арқасын қамшыға тосып, тентек ағаларының соққысынан қорғап қалқан болып жүрген соң, 3 қыз Айдана, Маржан, Сымбат жеңгелерін анасындай көріп, кетпеуін жалынып сұрайтын. 3 қыз үшін осы үйде қалуға бел буды. Одан бөлек, өлер алдында енесіне берген осы балаларға қамқор боламын деген уәдесі тағы бар. Солар үшін өзін құрбан етті. Тәңірім бізді аяй көр. Мына қатыгез, мейірімсіз хайуаннан да бетер адамның мұз болып қатқан жүрегін жібітіп, мейірім ұялата көр. Бейгүнә 3 қарындасын оның жауыздығынан сақтай көрші Құдайым. Бұл сөздерді Зағира күніне 1000 қайталап айтатын. Құдайберген айналдырған 10 шақты сиырын айдап, қырға кетіп, мас күйінде сиыр да жоқ, басқа да жоқ, шаң топыраққа аунап үйіне думалап әзер келетін. Артынан інісі Сәкен барып, малдарын айдап керуші еді. Зағира күн сайын сол сиырларынан сауған сүтін бөтелкелерге құйып, мотоциклге мініп алып, 60 шақырымдай шалғайда жатқан қалаға барып, дүкенге өткізіп, азық түлігін алып қайтатын. Одан бөлек маскүнем күйеуіне бір бөтелке харам су арағын алып қайтатын. Оны алмаса келген соң, есуаспайы аяусыз соққыға жығады. Басқа азық түлікке жетпей қалса да, амалсыз сол харам арақты алуға мәжбүр еді. Наурыз айында сиырларын суалтып, сүті азая бастады. Ары тартса арба сынады, бері тартса өгіз өлдінің күйін кешіп жүрді. Ара қалса азық түлікке жетпейді, алмаса күйеу аямайды. Қойшы, күнде жеп жүрген таяқ қой, ана балалар аш қалмасын, деген оймен арақтың орнына керек азық түлігін алып қайтты. Қыр басына барып, ішіп-түшіп қайтуға дайын тұрған отағасы әйелінің құр қол келгенін көргенде есінен алжасты. Онсыз да грамдап, аз-аздан сатып алған азық түліктің бәрін жерге шашып, төгіп тастады. Оңбаған малғұн, сенің мұның не? Өзің де жейсің ғой осы тамақты. Обалыңнан қорықсаңшы. Оңбаған малғұн, сенің мұның не? Өзің де жейсің ғой осы тамақты. Обалыңнан қорықсаңшы. Менің дәрім қайда? Мен саған ескерткенмін. Жоқ, дәрі дейді ғой. Қайдағы дәрі? Захарың іші бөле қалғыр. Мына бір әке, бір шешенің туған бауырларыңды аясаңшы. Сенің тілің шығайын депті ғой сайқал. Қане кел бері. Құдайберген Зағираны қуалап жүріп, аямай қамшымен сабады. Қашуға дәрімені қалмай, жерге құлаған әйелін ішінен бүйірінен тепкілей бастады. Әйелдің астынан қан кетіп, жан жағы қып-қызыл қанға боялды. Қанды көріп шошып кеткен Құдайберген басы ауған жаққа қаша жөнелді. Қыздың үлкені Айдана, алыстағы көршісі Халида апаны көмекке шақырды. Ол кезде жедел жәрдем деген бір ауылда біреу ғана. Оны табу да қиынның қиыны. 60 жылда көрген, білгеннің бәрін қолданып Зағира қолынан келгенше көмек көрсетті. Өзінің жүкті екенін сезініп үлгермеген әйел байғұс баласының түсіп қалғанын білгенде жер құшақта бетегі жасқа толып қалды. Қатыгез күйеу болса, сол қашқаннан 3-4 күн үйіне оралмады. 2 күн өтіп, Зағира дәрмені қалмай, дене қызуы көтеріліп, орнынан тұра алмай жатып қалды. Күнде таңертең мотоциклдің дауысын еститін Халида апа 2 күн тып-тыныш болып қалған соң, алаңдап көрші жас келінді іздеп келіп, күйіп жанып жатқан жерінің үстінен түсті. Бұл жолы да көмектесіп, емдік шөптерден қайтпа дайындап ішкізді. Зағираның ішінде қан ұйып қалған, бірден түсінген апаның қайнатпасының арқасында Зағираның ішкі организмі тазаланып, өз-өзіне келе бастады. 2-3 күн бойы қалаға бармаған соң, үйде жейтін түк жоқ. Айран сүт ішіп амалдап жүрді. Оңбаған Құдайберген дым болмағандай сол баяғыша мас аяққа тұра алмайтын жағдайда үйіне оралды. Қаншама жыл ағасынан қорқып, басын көтере алмай жүрген Сәкен шыдамы таусылып ағасын аямады.
Қапқа салып аузын байлап, қаншама жылғы ішінде жатқан ашу ызасын сыртқа шығарып, аямай қамшылады. Мә саған, сен қандай бауыр, қандай күйеусің, өз балаңды өлтірген жауыз. Сенің өмір сүруге хақың жоқ. Анам да сенің күйігіңе шыдай алмай көз жұмды. Енді өз өмірін біз үшін құрбан етіп, анамыздың орнына ана болып жүрген жеңгемді өлтірейін дедің бе? Ағам деп үндемей келдім. Әкемнен қалған малдың бәрін арам өлтірдің. Бізді аш қалдырдың. Жетер енді, шыдамым таусылды. Тәубеңе келетін кез жетті. Қайным, олай етпе, өлтіріп қоясың. Бұлыңбағанды неге аяйсың жеңге? Саған бізге көрсеткені аз ба? Осы күнге дейін естігеніңе жауап берер кез келді. Біз де адам емеспіз бе? Қайтесің, жаман болса да бауырың емес пе? Мұндай бауырдан садаға кетсін. Барынан жоғы. Ұрма. Жеңге, Зағира жалбарына жүріп, жаман болса да жолдасын інісінен арашылап қалды. Бірақ Сәкен ұрғанын тоқтатқанмен ағасын аяй қойған жоқ. Екі қолын арқанмен алдына байлап, бір бөлмеге қамап, дәретке шығатын ыдыс қалдырып, есікке үлкен құлып салып қойды. Терезені темір қоршаумен қоршап, кішкентай ғана тамақ беретін тесік қалдырды. Қайным, сенің мұның не? Ол тек осылай ғана тәубесіне келе алады. Басқа амал жоқ. Оны осылай қамап ұстамақсың ба? Жеңге, мені де дұрыс түсін. Оны осылай ғана өзгерте аламыз. Сендерге де, малға да өзім қараймын. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Ол өзгереді. Өзгереді деп ойлайсың ба? Я, тек көп уақыт қажет. Амал нешік? Осылай түзеледі десең, солай ақ болсын. Ол үшін, біз үшін де осылай болған дұрыс болар. Біраз уақыт өтіп, есін жиған соң, Құдай берген құтырған иттей ырылдап, айқайға салды. Қайсысың барсың, шығарыңдар мені. Мен сендерге көрсетем әлі. Иттің күшігі, боқ мұрын, ей қатын, қане аш есікті. Аға, жетер енді. Айқайлағаннан еш пайда жоқ. Осы құтырғаның да жетер. Әбден мезеттің бәрімізді. Қашан тәубеңе келгенше осында отырасың. Ей иттің баласы, осыдан қолыма түс. Сенің дәуренің бітті. Менің дәуренім келді. Сенің жасамағаныңды мен жасаймын. Тәубеңе келсең шығасың, келмесең осылай қамауда мәңгі жатасың. Ағасы мен інісінің әңгімесі осы жерден аяқталды. Зағира күн сайын терезенің алдына ас ауқатын қойып қояды. Алғашында қырсығып, аударып тастайтын. 2 күн өтер өтпес көндігіп, тамағын жеп, ыдысын қайта қойып қоятын. Дәрет сындырған ыдысын кешке қарай Сәкен алып шығып, тазалап, қайта кіргізіп қояды. Алғашқы күндері айқайлап, шыңғырып елдің бәріне маза бермейтін. Уақыт өте келе, бірте-бірте даусы бәсеңдеп, үні шықпай қалды. Бұл қамаудағы өмірге көндіге бастады. Сәкен сиырларының жайын жасағаны соншама, жайылымнан желіндері жерге тиердей болып, талтаң-талтаң басып, әрең қораға жететін. Зағира бұрындары бір дүкенге сүт айран өткізіп жүрсе, енді 2-3-еуін таратып, тұрмыстары бір шама жақсарып қалды. Құдай берген күн сайын әйелін босатуын сұрап жалынатын. Бірақ Зағира Сәкеннің сөзінен асып, өз еркімен ештеңе жасай алмады. Бір жағынан бұрынғы қалпына түсеме деген үрей маза бермейтін. Осылайша Қарашаның қара суығына дейін қамауда отырды. Сиырлары түгел бұзаулап, малы 2 есе көбейді. Қара суықта ауырып, көк жөтел маза бермеген соң, ағасын аяп бостандыққа шығарды. Арақ ішпеуге, ешкімді ұрық соқпауға, тек үйде тыныш отыруға уәдесін алып, ант су ішкен соң ғана келісіп бостандық берді. Құдай берген бір шама өзгеріп, момын адамға айналып, Сәкенге көмектесіп, қорасын тазалап, малдарына жақсы күтім жасап жүрді. Ешкімге соқтықпай, жан адамға зиян келтірмей үн-түнсіз жүрді. Көктем шыға былтырғы өгіздерін сатып, Сәкен де шаңырақ көтерді. Біріншісін түсіріп алған соң, Зағираның қайта құрсақ көтеруі қиындыққа соқты. Аллаға тәубе, келіні де өзі секілді қарапайым, түсінігі мол, тәрбиелі, ибалы қыз болып шықты. Екеуі өте жақсы тіл табысты. Алмагүл Сәкеннің келіншегі, үнемі абысына күтім жасап, ауыр тірліктің бәрін мойнына алды. Бұрынғыдан сиырлары көбейіп, 15 сиырдың сүтін игеріп, сүт айранға қоса көбі пісіп майын, құртын да сатып, әжептәуір табыс таба бастады.
Екі жеңге бірігіп жүріп, қайын сіңілдерін құтты орындарына қондырды. Ананың орнын жоқтатпай, тіпті өздерінің артынан келген дүниелерін де қосып, жасауларын үйіп төгіп берді. Сөйтіп жүргенде 85-ші жылы Құдайберген мен Зағираның тұңғыштары Ғалымжан дүниеге келді. Тұңғышы дүниеге келгенде жора жолдастары жумайсың ба деп қоймаған соң, соларға той жасап, достары желкелеп қоймаған соң, баяғы бөтелкелес досы арақтан аздап ұрттап еді. Одан әрі нәпсіні тия алмай, бір шама масайып қалды. Сол ішкеннен қайта тоқтай алмай, інісінің көрсеткен қорлығы есіне түсіп, көзін шер басып, тосыннан Сәкенге тап берді. Екеуі алыса кетті. Екеуін ажыратпақ болып, Зағира араша түсіп әлек болғанмен, екі еңгезердей еркекке шамасы жетер емес. Құдайберген жердегі құманды алып, інісін ұрмақ болған. Алайда сол құман Зағираның шекесіне тиіп, маңдайынан қан сорғалай бастады. Бесікте жатқан нәресте де ұрыспаңдаршы дегендей шырылдап жылай берді. Сәкен әрең дегенде ағасын жеңіп, қолын артқа байлап, сол баяғы жазасын тағы қолданбақ болып бөлмеге қамап қойды. Алайда бұл жолы Құдайберген тыныш жатпай, өз-өзіне қол жұмсамақ болып, көйлек шалбарынан арқан жасап асылып қалмақ болған. Терезеден ас тамағын бермек болып, ішке көз жүгірткен Зағира жолдасының асылып тұрғанын байқап, зәресі зәр түбіне кетіп, ыдысы қолынан түсіп, бар даусымен шыңғырып жіберді. Қатты шыңғырған дауыстан Сәкен жүгіріп, жеңгесінің жанына келіп, мән-жайды сұрап еді. Шошынған жеңгесінің үні шықпай, тек саусағымен ішті нұсқап көрсетті. Ағасын көрген бойда жүгіре барып, дереу босатып алды. Алла сәтін салып, кеудесінен жаны шыға қоймаған екен. Ағатайым, көзіңді ашшы, мені кешірші аға, мен бұлай боларын білген жоқпын ғой. Мен тек сенің өзгергеніңді, қамқор аға, асыл әке, жақсы жар болғаныңды қаладым. Өлмеші аға, мейлі ішсең шебер, тек арамызда аман сау жүрсең болды аға. Зағира кішкене өзіне келіп, етегі жасқа толған қайнысін жұбатпақ болды. Қайным, қой, өзіңді кінәлама, сенің еш жазығың жоқ. Қарауыл тірі, тыныс алып жатыр. Құдайға да жақсы адам керек деуші еді. Сол сөз рас деймін. Бұл албастыны тіпті Құдай да керек етпей тұрған секілді. Ол оңайлыққа өле қоймас. Жеңге, мені кешір. Қой деймін, жылама. Әне, қара көзін ашты. Есін жиды. Құдайберген өзін шын мәнінде өлтірмек болды ма? Әлде інісі мен әйелін осы жол арқылы қорқытып жеңбек болды ма? Әйтеуір бұл жағдай оны жеңіске жеткізді. Сол күннен бастап үйінде жатып ішер маскүнемге айналды. Аман есен жүрсе болды деп арағын Сәкен өз қолымен алып келіп беретін болды. Көп ұзамай Сәкеннің өзі де ұлды болды. Ағалы інілерден туған қос бауыр құлын тайдай ойнақтап қатар өсті. Құдайберген өзімен өзі үйде жатып ештеңемен шатағы болмай жата беретін. Әулеттің екі бірдей ақылды, сабырлы келіні Зағира мен Алмагүлдің Сәкеннің еңбекқорлығының арқасында мал жайы көбейіп, жылдан жылға байи түсті. 2000 жылдың басына қарай Құдайберген 2 ұл, 4 қыздың әкесі атанса да, еш жауапкершілікті сезінбей, сол баяғы күйін кешіп жүре берді. Сәкеннің болса 2 ұл, 2 қызы бар. Бала болған соң 10 баланың басы бір үйге симасы белгілі. Болмашыға таласады, бірін-бірі ұрады, құлатады. 2 анадан өз баласын қорғаймын деп, екеуі де сөзге келіп, түсінбеушілік туындап, бір-біріне қабақ түйіп, үйдің берекесі қашты. Дүние біткен соң Сәкеннің жары Алмагүл байлықтың буына масайып, абысына деген сый-құрметі де күн өткен сайын азая түсті. Ақыр соңы қырқын жанжалға ұласып, Зағира маскүнем күйеуімен бала шағасын жетектеп, малы көп, ауылдың бір шіріген байына шопан болып, атарына қоныс аударды. Малды да өзі бағып, сүт айранын, қаймақ майындай керіп күн көріп отырды. Бұрынғыдай қалаға тасып әуре болмайды. Күнде таңертең ертемен алып сатарлар үйінен өздері келіп алып кетеді. Олардың қоныс аударғанын естіген қайын атасының тоқалдары келіп, көмек қолын созбақ болған. Алайда Зағира олардың көмектерінен өз еркімен бас тартты. Алайда үлкен тоқалдың ұлы Асқардың қалада үлкен дүкені барын біліп, небәрі 15 жастағы ұлы Ғалымжанды Асқардың қол астына жұмысқа жіберді. Әйелі қанша қарсы болғанмен
Сәкен жеңгесі мен ағасының хал-жағдайын сұрап жиі келіп тұрды. Үйге қайтуға жалынғанмен оған келсер жеңге болмады. Көмектің бәрінен бас тартты. Өте еңбекқор, мінезі анасынан аумайтын Ғалымжан қаланың тұрмыс тіршілігіне тез-ақ үйренісіп кетті. Асқардың сеніміне кіріп оң қолына айналды. Дүкеннің үлкендігі соншама кіріп шығып жатқан тауарларды есептеу мүмкін емес болатын. Осы орайда есеп-қисапқа шебер жігіттің табысы молая түсті. 2 жыл өтер-өтпес қала маңынан жер алып, үй салып, әке-шешесін көшіріп алып келді. Әрине, бұл үй-жай тек өзінің тапқан табысына келген жоқ. Анасы да біршама ақша жинап қойған болатын. Одан бөлек Зағираның өз анасындай көретін Айдана, Маржан, Сымбат әпкелері де қолдан келген көмектерін аяп қалған жоқ. Жабыла жүріп 7 бөлмелі үлкен үй салып бітірді. Қалаға жақын газ, су бәрі бар шағын ауыл. Мал ауылдағы бұрынғы көрші таныстары да осы ауылға қоныс аударған. Басқа жер дегені болмаса, көбісі сол өздерінің таныс білістері. Алла қолдап, ұлдың да, қыздың да ешбірі әкесіне ұқсап тумаған. Бәрі де шетінен ақылды, сабырлы, еңбекқор. Құдайберген қалаға көшсе де, сол баяғы әдетінен айырылар емес. Бірақ бұл жерде тіршілік басқа, бұрынғы тыныш заман артта қалған. Бірнеше рет көршілерінің мазасын алып, уақытша қамауға болып, таяқ жеп шықты. Тек соның арқасында бұрынғыдан сәл де болсын ішуін азайтты. Бір ішпесе одан жақсы адам жоқ. Бір ішсе бітті. 10-15 күн деп тіпті тоқтай алмай қалады. Тіпті қара тізімге ілініп, біреудің үйіне ұры түссе, біреуге бірдеңе болса, бітті, полиция келіп дереу тергеуге алатын. Таяқ жеп-жеп әбден қорқып қалған Құдайберген арақтан сәл де болсын тыйылғанмен мүлдем қойып кете алмады. Ішкісі келіп құмар қысқан кезде есінен айырылып жанжал шығарып Зағираның бір жерін көгертетін. Зағира үндемей көнгенмен есейіп бой жетіп қалған 4 қыз жан-жақтан әкелерін жеп қоя жаздайтын. Ғалымжан тынбай еңбектеніп 3 қарындасын тұрмысқа беріп, кенже қарындасы Гүлжан мен інісі Дарханды оқуға түсіріп, 30-дан аса дүкенге жұмыс істейтін. 1 жылдай аз уақыт сөйлесіп жүрген өте пысық, сабырлы, Раушан атты қызбен шаңырақ көтерді. Тойға жиналған адамның санында шек болған жоқ. Жағдайлары жақсарып, бір пайдасы тиіп қалар деген оймен Зағираның келіні Алмагүл де кішірейіп түк болмағандай келіп, тойдың басы қасында жүрді. Той болмай-ақ Құдайдың құтты күнінде арақ жетін Құдайберген әбден қызып масайып, өз інісі Сәкенмен жаға жыртысып тойдың шырқын бұзды. Соңғы кездері көрші ауылдастарынан әбден ұятқа қалған Зағира маскүнем жолдасының арағына ұйықтататын дәрі қосып беріп, сілесін қатырды. Жаңа түскен келіннің артынан қуып келетін құдаларының алдына масқара болмау үшін тағы да сол әдісті пайдаланып күйеуін ұйықтатып тастады. Осылайша келіннің төркініне бас құдаларын көре алмай, таныса алмай кетті. Келін енесінің топырағынан жаралған деген сөздің дәлелі ме, әлде жай ұқсастық па, бір Аллаға мәлім. Бірақ таңғаларлығы Раушан да кішкентайынан өгей ағасы мен жеңгесінің қолында әбден қорлық көріп өскен қыз болатын. Осы себепті де Ғалымжан дәл осы қызды таңдаған болатын. Не бәрі 2 жасында әкесінен айырылып, одан қалды 7 жасында тағы да өгей әкесінен айырылып, әке мейірімінен марқұм болып өскен бойжеткен тұрмысқа шығып, қайын атасын өз әкесіндей жақсы көріп, мейіріміне бөленемін деген үмітпен өмір сүріп келе жатқан болатын. Алайда қайын атасы өзге түгілі өз перзенттерін әкелік мейірім сыйламағанын қайдан білсін. Келіндік өмір басталған сәттен-ақ атасының бар жағдайын жасаушы еді. Ата, тамақ жесіз бе? Ата, шай дайын. Ата, киімдеріңіз кір болып қалыпты. Жуып берейін бе? Деп үнемі қамқор болып жүретін. Тіпті атасы мас кезінде үйдің басқа мүшелері Құдайберген мен бір дастархан басында отырғысы келмей, бөлек тамақтанса да, келіне еш қысылмай, жиіркенбей, атасымен дастархандас болатын. Өйткені жақсы болсын, жаман болсын әкенің орны бөлек екенін жас келіннен артық ешкім түсіне алмаушы еді. Бірақ оның қамқорлығына, мейірім махаббатына атасы боғауыз сөздермен ұрсып жүріп жауап қайтарушы еді. Тіпті қол көтеріп ұрып жіберуіне шақ қалған кездерде орын алды. Атасына деген мейірім, сүйіспеншілік азайып, орнын жеп көрушілік пен өшпенділік жаулай бастады.
Ғалымжан үйленгелі өзгеріп, әкесі үшін әйелінің алдында намыстанып, әкесіне жиі дауыс көтеріп, ішпеуін сұрайтын. Ал оның өзгергенін келінімен көріп, Құдайберген келінімен өштесіп, бет алды боқтап, жекіріп отырғаны Раушанның көңілін қалдырды. Зағира үнемі келін үшін күйіп-пісіп, Құдайбергенмен сөзге келіп қалатын. 3 айдай уақыт өтіп, Раушанның жүктілігін біліп, қайын жұртының қуанышында шек болмады. Енесі үйдің тірлігінен алыстатып, барынша күтім жасауға тырысып, келіннің алдына түсіп жүгіріп әлек. Азғын ғана келіншектің жүктілігі 4-ші айға жетіп, қимылы сезіліп, іші шыға бастады. Ғалымжан әр түнде алақанымен бөбегінің әрбір қимылын сезіп, шаршауы шығып, тәтті ұйқыға кететін. Сол күні Зағира мен Құдайберген ауылдасының тойынан келді. Тағы да сол араққа тойып алған. Барған жерінде біреумен жанжалдасып қалып, үйге кіре бере әйелінен өшін алмақ болып, айқайлап боқтап болар емес. Зағираның да шыдамы бітіп, қарсы сөйлеп еді, жатқан жерінен ұшып тұрып, алдымен жұдырықтап құлатып, соңынан аямай тепкілей бастады. Енесінің шырылдаған дауысын естіп, сырттан жүгіріп келген келіні ажыратпақ болып еді, бар күшімен кеудесінен итеріп жіберді. Өзі қыл шыбықтай нәзік келін бұл соққыға төтеп бере алсын ба? Ұшып барып дәл ішін үстелдің бұрышына соғып, еденге құлап, ішінен ұстаған күйі есіне танып қалды. Оңбаған, сен не істедің? Келіне солай қол көтере ме екен? Жоғал көзіме көрінбей. Құры! Бар даусымен айқайлап, есеңгіреп тұрған күйеуіне ас үйден жүгіріп барып пышақ алып, қорқытып үйден қуып жіберді. Ұлының аямасын білген әке басы ауған жаққа қаша жөнелді. Зағира алдымен жедел жәрдемнің соңынан ұлына хабарласып көмекке шақырды. Екеуі де жедел жетіп келгенмен қуаныштан төбесі көкке бір елі жетпей жүрген екі жастың үміттері үзіліп, қуаныштары көпке созыла қоймады. Небәрі алақандай ғана болған сәбиді дәрігерлер анасының құрсағынан суырып алды. Ессіз атасының кесірінен анасы баласынан, баласы анасынан айырылып, жер құшақтап қала берді. Ғалымжан кіп-кішкентай жұдырықтай жансыз ұлын мазараттың бір шетіне өз қолымен жерлеп келді. Жүйкесіне қатты соққы алған Раушан байғұс ешкімге тіл қатпай, ешбір қимылсыз, көзінен ыстық жас моншақтары төгіліп, 3 күн бойы тірі секілді жата берді. Бұл уақытта келіннің жай-күйінен бейхабар атасы қорқа-қорқа үйіне оралған болатын. Қорқынышы бекер емес еді. Ашу-ызадан бурлығып, жарлардай болып жүрген өз ұлы есіктен кірген әкесінің дереу жағасына жармасты. Әке, сізді әке деп те атауға арланам. Сіз өзі қандай адамсыз? Не істегеніңізді білесіз бе? Бізді қинағаныңыз аз ба? Дүниеге келмеген немереңізде неңіз бар? Әліңіз тек әлсіз әйелдерге жете ме? Күшіңіз тасып бара жатса, кәні мені ұрыңыз деймін. Балам, мен бұлай боларын білмедім. Мені балам деп атаушы болмаңыз. Сіз де әкенің барынан жоғы жақсы. Бұдан бұлай арақ ішкеніңізді, бір адам баласына зияныңыз келтіргеніңізді естісем, не көрсем, менен аяушылық көрмеңіз. Әкем екеніңізге де қарамаймын. Көзіме көрінбей кетіңіз. Сол кездегі әкенің жүзіндегі қорқынышты көрсеңіз ғой. Бір жағынан аясаң, бір жағынан өзіне сол керек дейсің. Бұл жағдай әкесіне біраз уақытқа еш жинауына әсер етті. Үн-түнсіз, ешкімге зиянын тигізбей, күніне 100 грамнан ғана ұрттап жүрді. Сол 100 грамды ішпесе ашуға булығып, Зағираға айқайлай беретін. Сол себепті де Зағира өзі арағын әкеліп, күніге 100 грамнан бір тамшыдан артық бермей жасырып жүрді. Раушан ауруханадан үйіне шығып, атасын көргенде, қаққан қазықтай бір орында бірнеше минут тұрып қалды да, ашуланған күйі өз бөлмесіне кіріп кетті. Әлде де жас келін ақылды, сабырлы. Оның орнында басқа біреу болса, атасын қарғап, айқайға салып, жағасына жармасар ма еді, кім білсін. Қайын атасымен жүздесуден қашып жүргенмен, бір шаңырақ астында тұрған соң, бұл мүмкін емес еді. Алла оны солай жаратқан болса, біздің қолымыздан не келсін? Үлкен кісі олай сыйламау дұрыс емес болар. Әкемдей кісіні құрметтемегенім дұрыс емес. Алла жолына тапсырдым деген оймен атасына мінез көрсетпей, қас-қабағын түймей, ас-тамағын дайындап, сый-құрметін көрсетіп жүрді. Осындай дана, ақылды,
кешірімшіл келіннің болғанына Зағира Аллаға күн сайын шүкіршілік ететін. Ғалымжан да жар таңдаудан қателеспегені, келіншегінің осы көркем мінез үшін бар асылды алдына үйіп-төгіп, құрметтеп, бірде-бір боқтық сөз айтпай, тек сүйіспеншілігін білдіретін. Ұлы сезім махаббаттарының беріктігі мен сезімдерінің шынайылығының арқасында араға 6 ай салып, Алла тағала 2 жасқа тағы да әке-шеше болу мүмкіндігін сыйлады. Бұл уақытта маскүнем қайната да өз қыздарынан көрмеген сый-құрметті, өзін әкедей көрген келінімен көріп сезінген үшін біраз нәрсені ойға түйді. Келіннің жүкті екенін біліп, ашу-ызаның орнына бойын қуаныш билеп, өткендегі қателігін қайталаудан қорқып, ішіп жүрген 100 грамм арағын қойып кетті. Әрине, оңайға соққан жоқ. Қиналса да төзе біліп, түбі жеңіске жетіп, маскүнемдіктен құтылды. Бұл жерде Зағираның еңбегінде атап өтпесек болмайды. Жолдасының қиналмауын қалап, маскүнемдіктен құтылуға көмектесетін неше түрлі дәрі-дәрмек әкеліп беріп, ауруынан жеңіл құтылуға қолдан келгенше қолдау көрсетті. Мал бағуды білмесе де, бауыздауды, союды қатыратын, бір қараны жалғыз өзі құлататын қара күшке ие Құдай берген тапсырыспен ірі қараны сойып, жіліктеп күніне 5-10 мың теңге тауып, бар тапқанын келініне тәтті, ащы шоколад, жеміс-жидектердің түр-түрін, жерік болуы мүмкін деген заттың бәрін алып келіп, тоңазытқышты толтырып қоятын. Біразға дейін қайната мен келіні бір-бірінен жасқанып жүргенмен, уақыт өте келе, Раушанның бала күннен бері келе жатқан арманы орындалып, атасы әкесіндей қамқор жанға айналды. Уақыт сағаты жетіп, Раушан келін шекесі торсықтай, салмағы 5 келі палуан жігітті дүниеге алып келді. Ұлан-асыр той болып, бүкіл ағайын туыс, ұл-қыздары бас қосып, алғаш рет ішімдіксіз той өтіп, ұрыс-керіс жанжалсыз, бәрі көңілді отырып тарасты. Немересінің ата деген сөзін естігенде ет жүрегі елжіреп, ол үшін жанын беруге де дайын тұратын. Бәрі де ұмыт болып, бұл шаңырақта тек бақыт пен береке мәңгілікке тұрақтады. Мен қайната атты әңгімеміз аяқталды. Әңгіме ұнаған болса лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп, өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.